Хадистерде өделенген Мәсих туралы көп риwаяттар кездеседі. Онда өделенген Мәсих келеді, Қағбаи Шарифтің мұнарасына түсіріледі және өз заманындағы Дәжжалды өлтіреді делінген. Бұл Мәсихтің белгілерінің ішінде сіз айтқандай тек үкім жүргізу мен әділдік орнату ғана емес, сонымен қатар бір Дәжжалдың шығуы да айтылады. Сол Дәжжалды өлтіру жайы да риwаяттарда кездеседі. Енді Мирза Ғұлам Ахмед Қадияни өзін рухани тұрғыдан сол Мәсихпін деп жариялады. Бірақ ол өлтірді деген Дәжжал қайсысы? Және ол Дәжжал келді ме, жоқ па? Егер осы мәселе талқыланатын болса, сонда ғана бұл даулы сұрақтың шешімі табылады. Енді қараңыз, Дәжжалдың белгілерін Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам қалай сипаттап берген? Белгілерінің бірі ол алып денелі болады. Ол соншалықты үлкен, ешкім одан ірі адамды көрмеген. Оның басы аспанмен тілдесіп тұрғандай болады. Бұлттардан асып кетеді. Оның бір көзі, оң көзі соқыр болады. Ал сол көзі соншалықты жарық және өткір жердің қойнауындағы нәрселерді көре алатын болады. Міне, әлемге үстемдік етіп, адамдарға билік жүргізетін Дәжжалдың бейнесі осындай. Хадистерде оның басқа қандай белгілері кездеседі? Егер сіз сол белгілерге назар аудармасаңыз, Дәжжалды танып біле алмайсыз. Ең алдымен Алланың жаратқан жүйесінде Құранда сақталған осындай ғажайып аңызға ұқсас оқиға бұрын соңды тарихта болған ба? Жоқ, болмаған. Тек Талут алейхиссаламнан басқа. Мен айтайын, егер бұл әңгімені сөзбе-сөз қабылдасақ, ол аңызға айналады. Ал егер оның астарлы мағынасын оқысақ, ол аңыз емес, пайғамбарлар тарихында теңдесі жоқ, ұлы пайғамбарлыққа айналады. Бір сәтке тоқталайық. Сіз айттыңыз ғой, Дәжжал бүкіл әлемді билейді. Ал ол қалайша билейді? Хадистерде айтылғандай, оның бір есегі болады. Және ол есек те өте үлкен болады. Соншалықты үлкен, тіпті оның екі құлағының арасы 70 шынтақ, яғни шамамен 30 метрдей болады. Және оның белгілері өте таңғаларлық түрде сипатталған. Хадисте айтылғандай, Дәжжалдың есегі отпен жүреді, шөп жемейді. Оның кәдімгі қорегі болмайды. Ол отты жеп, сол арқылы қозғалады. Ал сол есек құрлықта жүре ме, теңізде жүре ме, әлде ауада ма? Бұның жауабы мынадай. Пайғамбарымыз айтқан. Біріншіден, Дәжжалдың есегі ол өте жылдам қозғалады. Айлармен жүретін жолды бірнеше сағатта жүріп өтеді. Екіншіден, адамдар оған мініп отырады. Және ол жүрер алдында, мен жүргелі тұрмын, мінгісі келетіндер келіңдер, деп хабарлайды. Ол құрлықта да жүре алады. Кеңінен түсіндіріп болған соң, пайғамбарымыз былай дейді. Оның секіргені соншалықты алыс. Бір аяғы шығыста болса, екінші аяғы батыста болады. Яғни ол бір жерден ұшып шығып, екінші жерге барып қонады. Оның сапары бұлттардың үстінен аспанмен өтеді. Сондай-ақ ол жайлы былай делінген. Оның от жанып тұрған қарны болады. Сол қарынға кіруге арналған терезелері болады. Ішінде жарықтар жанып тұрады. Және жайлы отыруға арналған орындар болады. Сосын айтылды. Ол теңізбен де жүреді. Ол теңізбен жүргенде тізесіне дейін суға батады. Ал денесінің қалған бөлігі судың үстінде болады. Және де ол теңізде түрлі сауда-саттық істерін жүргізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, Дәжжал өзімен бірге бидай мен азық-түліктің тауларын алып жүреді. Ол оларды өзін қолдайтын елдерге апарады. Ал оны қолдамайтындарға олар аштан қырылып жатса да, оларға көмек көрсетілмейді, азық та, бидай да жеткізілмейді. Енді айтыңызшы, бұл пайғамбарлық сөзбе-сөз орындалды ма, әлде бұл мысал ретінде айтылған ба? Сізге Дәжжал кім,
және бұл көліктер кімге тиесілі екені түсінікті бола бастады ма? और ये सवारियां किसकी हैं फरमाइए। Менің Мишкат Шариф пен Бұхари Шарифті оқығаным бойынша, сіз айтып отырған дәжжалдың сипаттары дәл сол түрде оларда кездеспейді. Бірақ мыналар анық жазылған. Дәжжал өте ірі денелі болады. Бүкіл әлемді шамамен 40 күнде аралап шығады. Оның бір жағында жәннат, екінші жағында тозақ болады. Сондай-ақ ол бір адамды бөліп жарып, кейін қайта тірілтеді делінеді. Сіз бұл әңгімелерді қай жерде оқыдыңыз? Сол жерде бұл айтылғандар да бар. Үйге барған соң, асықпай дәжжал туралы барлық риуаяттарды жинап, толық зерттеп шығыңыз. Мен бірде-бір риуаятты, оның сенімді тізбесі, иснады көрсетілмесе айтпаймын. Менің сөзімді тыңдаңыз. Енді маған мүмкіндік беріңіз. Мен сізден бұл мәселені тек уақытша сұрадым. Микрофонды сізге толықтай беріп қойдым деген сөз емес. Жақсы, түсіндім. Мәселе мынада. Дәжжалдың есегі туралы бұл риуаяттар тек ғұламалар арасында ғана емес, жалпы жұртқа мәлім. Бұл әрбір үйде, әр көшеде айтылатын кеңінен белгілі әңгіме. Дәжжалдың бір есегі болады, ол от жеп қозғалады деп айтылады. Енді осыны жоққа шығару мен үшін таңғаларлық нәрсе. इसका इनकार करना मेरे लिए Себебі кез келген молдадан сұраңыз. Ол осы дәжжалдың есегі туралы әңгімеден жақсы хабардар. उनसे खूब वाकिफ 1953 жылы Мунир қазының төрелігімен Ахмадиятқа қарсы тәртіпсіздіктер жасағандардың ісі қарастырылған сот отырысы өтті. Онда әділетсіздік кімнен шықты? Неге болды? Бұл саясат па, дін бе? Бәрін анықтау мақсат етілді. Онда бір оқиғада сот төрағасы бір адамнан сұрайды. Айтшы, дәжжалдың есегі келді ме, жоқ па? Ол, жоқ, әлі келген жоқ деп жауап берді. Сонда сот төрағасы өз серіктеріне қараша жақсылап, мүмкін олардың арасында бар шығар деп әзілдеді. Бұл сөзге жұрт қатты күлді. Және бұл жағдай ресми түрде тіркеліп қалған. Дәжжалдың есегі деген әр көшенің әңгімесі ғой. Сіз болсаңыз профессорсыз, бұл туралы біліміңіз болуы керек еді. Сіз маған мына өлеңді еске салдыңыз. Жапырақ та, бұтақ та біздің халді біледі, тек гүл ғана білмейді. Ал сіз бәрін білесіз ғой. Бұл риуаят көпшілікке мәлім, бұны ешкім жоққа шығармайды. Бүгінге дейін бірде-бір ғұлама менің осы жауабыма қарсы шығып дауласпады. Сіздің дәжжалдың есегі туралы айтып отырған суреттемеңіз хадисте жоқ деп ешкім айтқан емес. Құрметті мырза, менің мақсатым бұл емес еді. Менің айтпағым, мен екі хадистер жинағын, яғни Бұхари Шариф пен Мишкат Шарифті оқығанымда, бұл оқиға бұлайша келтірілмеген еді. Бұны сіз басқа бір кітаптан оқыған шығарсыз. Мен өз жағымнан ғана айтып отырған жоқпын. Мен барлық мұсылман, сүннит және шиит ғұламаларының көз қарасын айтып отырмын. Олардың барлығы дәжжал жайлы айтылған хадистерде міндетті түрде оның есегінің де сипаттамасы берілетінін мойындайды. Бұл белгілердің барлығы кездеседі. Тыңдаңыз. Мен христиан әлемінде бұл жайлы айтқанда, мысалы Австралияда бір жолы осындай жағдай болды. Бір христиан дін қызметкері адамдарды ынталандыру үшін дәжжал кім деп сұрақ қойды. Егер біз сіздер десек, олар ренжіп қалар еді. Мен айттым, қараңыздар, әзірге сіздерге дәжжалдың кім екенін айтпай қояйын, бірақ оның белгілерін айтып беремін. Ал сіздер маған айтасыздар, түсіндіңіздер ме, жоқ па? Мен хадисті оқи бастағанда, сонда бәрі бір дауыспен біз түсіндік десті. Бұл мінетін көліктер христиан халықтарының ойлап тапқандары. Хадисте олардың екі қыры сипатталады. Біріншісі діни қыры, яғни оң көзі. Олар осы көзімен көрмейді. Құдайдың баласы бар дейді, бірақ бұл туралы ойланып та көрмейді. Екіншісі ғылымдық қыры. Ғылымды олар мұқият зерттеген, тіпті жердің түбіне дейін үңілгенді. Құдай мен пенденің арасында жаратушылық қатынас болуы мүмкін, бірақ әке мен балалық қатынас болуы мүмкін емес. Сондықтан дәжжалдың бір көзі мүлде соқыр, ал екінші көзі сол жақ көзі, яғни дүниелік білім көзі, зерттеу көзі ашық. Олардың ғажап жетістіктері бар, ал дәжжалдың есегі сол жетістіктердің бірі. Ол дәуірде азық-түлік көмегі деген ұғым мүлде болмаған. Қараңызшы, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл есекті азық-түлік тауларын алып жүріп, кедей елдерге бара жатқан күйінде көрген. Бірақ бұл олардың кедейлігінен емес, дәжжалға қолдау көрсеткені үшін. Бүгінде бізге белгілі болып жатқан хирургия саласындағы жаңалықтар таңғаларлық.
адам денесінің екіге бөлінуі және оны дереу біріктіріп тамырларын қайта жалғау арқылы тірілтіп жіберу, бұның бәрі Алла елшісінің айтқан ұлы пайғамбарлығына жатады. Бірақ егер бұларды тек сыртқы мағынада сөзбе-сөз қабылдайтын болсақ, мәселе шешілмейді. Оның астарлы мағынасын түсінсек, онда бұл дәжжал жайлы пайғамбарлық Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам шынайылығына дәлел болатын ұлы пайғамбарлыққа айналады.